Құрметті менің тыңдаушыларым, мен ұзақ уақыт болмай кеттім, өйткені кітабымды шығардым, 250 беттік монографиямды. Содан енді редакцияда кітабым, бірақ мен енді бұрынғы ісімді қайтадан жалғастыруды бастадым. Мынау жатқан көкшеттерден қазір манты жасайын деп жатырмын. Осы барлық көкшеттердің түрін турап, мінекей бірінші тұрған кинза, укроп, шавель, кислинка, сосын кейін барып жусай, мінекей мына жердегі тұрған жусай дайындап қойдым, жартысын турап қойдым. Сосын бір картошка үлкен және бір бас мынадай жуаны уже турап қойдым, астында тұр. Сосын әрине манты болғаннан кейін кішкене дәмі кірсін деп мен сиырдың фаршы мен қойдың құйрығын екеуін қосқалы отырмын. Нанын жайып қойдым, илеп қойдым, мінекей нанын бұқтырып, содан кейін олаған қосатын тағы да мынау дәмдеуіштерден қызыл бұрыш пен қара бұрыш классикалық, басқа ештеңе қоспаймын. Сосын кішкене бір бас тал чеснок қосам. Ол ана холодильникте тұр, қазір алып. Барлық қосқаны қазір турап алып, осы үлкен темір шараға араластырамыз. Құйрықты теркадан өткіземін, өйткені ол қатып тұр. Ал енді мына фарш тоже жартылай жібіді, жартылай қатып тұр. Қазір ол пока мыналарды турап дайындап біткенімше, бұл да еріп қалады, жартысы еріп тұр уже. Міне көк шөптердің барлығын турап біттім. Енді кезек мынау фарш пен құйрыққа келді. Қазір бұларды теркадан өткізем, сосын мынаған қосамыз. Фаршымыз турадым, құйрық мынадай болды. Турағанда теркадан өткіздім. Фаршым кішкене жері жібілмеген екен, қолмен бұлай мұжып жібердім, дайын тұр. Мына чеснокты қазір қысып салып жіберем. Бір қасық толтырмай бетімен тұз саламыз. Мінекей тұзын салдым. Енді қара бұрыштан көз мөлшерімен сала берем қазір. Қажетінше көз мөлшерімен жарты шай қасықтай салдым. Енді жетеді осы. Бір қалыпты болғанша енді фарш бәрін араластырамыз. Әбден араластырып аламыз, сосын бір жарты сағатта қойып қоямыз. Қазір. Мінекей көкшөп және құйрықпен кішкене фарш қосылған. Неміз осындай болып жатыр. Қазір түйіп пісіретін боламыз. Мінекей. Мантымыз дайын болды. Мантыны түсіріп қойдық. Енді мына мантыға мен қолдың қаймағын, қолдан өзім жасаған жаңағы кетчупым, мынау шөп-шалам, зелень қосып, және сонымен бірге анау тағы да сондай приправа өзім жасағанмын. Енді осыған араластырып, малып отырып жейміз. Мантының іші, мінекей көкшөптер осылай болып піскен, еті, құйрығы бәрі әдемі болып пісінген. Қазір енді алып, былай приправаларға былайынша малып ауызға саламыз. Керемет, мынаны шайнап үлгермей де алдым ғой. Керемет екен. Осындай көктем кезінде жаңағы адамдарға дәрумендер қажет болған уақытта осыны міндетті түрде жасап жеу керек көктемде. Өйткені көктем кезінде адамға қажетті ағзамызға осындай көк шөптердің, көкөністердің бізге нелері өте пайдасы көп болады. Бұны жазда кішкене қазір енді қалақай, әртүрлі тағы да шөптер өседі ғой, өсе бастаған кезде сондай шөптерден де араластырып жасауға болады. Мына жусайдың дәмі мынау мантыны өте ерекше дәм беріп тұр. Өте керемет дәмді манты болды.